салқынға нормально істеп тұрады да, қызғаннан кейін осылай қызып тұр машина. Тарсылдап отыр. К7 140 мың пробегпен не? Майдан бұл осылайшы. Бытшыт болып кеткен кокс болып бірақ. Свежий еще. Şimdi дұрыс май қоймасаңыздар, тексерілген жерден моторларыңыз болса құртып аласыздар. Свежий К7 ғой, 3 объем. Стружкалар бар ма ішінде көп па? Көрінбейді стружка. Стружкасы қайсысы, кашасы қайсысы. Майдың нашарлығынан май поделка болып тұр ғой. Ликемоль қойғам дейді. Ликемоль негізі жақсы қойса, поделкасын қойып жүрген ғой осы кісіге. Моторыншы осындай болып кеткен бірақ. Үшін байқаңыздар. Сондықтан майларыңызды тексерілген жерден ауыстырып жүріңіздер. Осындай жағдайға жеткізбеу үшін моторларыңызды. Мынау енді масқара бұл.